Армысыздар, қадірменді отандастар. Вашингтондағы С5+1 саммиті орталық Азияға не береді? Ақш аймақтағы Ресей мен Қытай ықпалын азайтуды көздейме? Осы төңірегінде орталық Азия жөніндегі халықаралық сарапшылар мен Джакишевпен талқыладық. Халқым, жалғастырмас бұрын, Джакишевті қолдасаңыздар, видеоға лайк басып, арнамызға жазылыңыздар. Ал, біз бастайық. Бір өзекті мәселе табиғи ресурстар, әсіресе сирек кездесетін жер асты элементтері. Бұрын ақш үшін мұнай мен газ маңызды болса, қазір литий, вольфрам, уран және басқа да стратегиялық металдар маңызды. Оларды ақш өз аумағында да өндіре алар еді. Бірақ экологиялық себептерге байланысты олар мұны орталық Азияда жасауды қалайды. Бірақ біз үшін бұл шикізат ретінде емес, толық өңделген өнім түрінде экспортталғаны маңызды. Сондықтан өңдеу зауыттары мен логистика орталық Азия аумағында дамуы қажет. Бұл бағытта Қытайдың үстемдігі басым. Қазіргі таңда Қазақстандағы сирек металдардың бәрі Қытайға экспортталады. Сондықтан ақшпен келіссөз жүргізгенде, егер олар Қытайдың басымдылығын азайтқысы келсе, онда орталық Азияда өңдеу инфрақұрылымына инвестиция салуға және тасымал жүйесін дамытуға үлес қосуға тиіс. Енді саяси жағына тоқталайық. Президенттер қатысқан бірінші саммитке келсек, сол кездегі ақш президенті Джо Байден бар жоғы 2 минут сөз сөйледі. Бұл бас ассамблеясы аясында өткен шараны толыққанды саммит деуге де келмейтін еді. Ол кезде бұл формат Қытайдың аймақтағы белсенділігіне жауап болған сияқты. Ал қазір, менің ойымша, бәрі басқаша. Бұл жолғы саммит ауқымды, ресми деңгейдегі шара болмақ. Трамп бұл кездесуді бұл шеңберінен тыс өткізіп, орталық Азия елдерінің лидерлерін жеке шақырып отыр. Әрине, егер Трамп орталық Азияға сапармен келсе, Макронның сапарынан да маңызды дипломатиялық оқиға болар еді. Себебі ол Ресей, Қытай және Иран арасындағы үш күш орталығының географиялық ортасына келіп, саяси сигнал берер еді. Бірақ олай болмай тұр. Меніңше, бұл жолғы кездесуде сөз болатын 4 тақырып бар. Біріншісі, Украина бойынша бейбіт келіссөздер мен бітім мәселесі. Трамп үшін бұл өте маңызды. Себебі Ресеймен келісімге келу арқылы Қытайға тәуелділікті азайта алады. Екіншісі, Ауғанстанның Баграмдағы әскери базасының тағдыры. ақш бұл елге шекаралас болмағандықтан, аймақ елдері арқылы логистикалық қолдау іздеуі мүмкін. Үшіншісі, орталық Азиядан стратегиялық ресурстарды қауіпсіз экспорттау жолдары. Мұнда көлік дәліздерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және Ресей мен Қытай ықпалынан айналып өту мәселесі бар. Төртіншісі, Орта Азия елдері арқылы Ресейге ықпал ету, Иранға қарсы санкциялық саясатты күшейтуге аймақ елдерін тарту болуы мүмкін. С5+1 форматы басқалардың бастамасымен болады. Сарапшылар орталық Азияда автократиялық режимдер билік құрып отыр деп санайды. 2015 жылы билікте отырған автократтардың орнын басқалары алмастырды. Осы тұрғыда жаңа басшылардың келуі С5+1 жұмысына қалай әсер етті? Шынымды айтсам, нақты әсерін байқау қиын. Меніңше, ақштың бұл өңірдегі ықпалы онша күшті болмағандықтан, бұл тақырыпты кеңінен талқылау артық. Америка Құрама Штаттары әрдайым өңірге қызығушылық танытқанымен, мұнда тікелей байланысты көріп тұрған жоқпын. Мүмкін, тек кейбір жекелеген бағыттарда ғана аздаған ықпал бар шығар. Мысалы, 2019 жылдан бері Қазақстанда америкалықтармен бірлескен әскери оқу жаттығу өткізілмейді. Бұл да бір ықпалдың көрінісі деуге болады. 2019 жылы Тоқаев билікке келгеннен кейін мұндай жаттығулар тоқтаған. Ал жалпы алғанда, аймақтық немесе жаһандық деңгейде елеулі өзгерістер байқалмайды деп ойлаймын. ақш бастағанымен осы форматты басқа елдер өзіне бейімдеп жалғастырып әкетті. Мысалы, осы форматтағы саммиттерді Қытай, Ресей, Еуроодақта өздері бөлек өткізе бастады. Яғни, бұл формат геосаяси мүдде тұрғысында бәріне тиімді болып тұрма. Орталық Азия елдері бұдан не ұтып кәм ұтылып отыр? Бұл сұраққа екі жақты жауап беруге болады. Біріншіден, бастамашы ел ақш емес. Бұл идеяны алғаш рет шамамен 2004 жылы Оңтүстік Корея немесе Жапония көтерген. Дегенмен бастысы, бұл формат 5 ел басшыларын бір стелге жинауға мүмкіндік береді. Бұл жақсы. Бұрын халықаралық басылымдарда орталық Азия деп жазылғанымен, ішінде тек Қазақстан мен Өзбекстанға қатысты ақпарат болатын. Нәтижесінде Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан сынды елдер өңірлік бейнеде екінші қатарда қалып қойды. С5+1 форматы осы олқылықтың орнын толтырып, барлық елдердің қатысуына, үн қосуына жағдай жасайды. Мәселен, Түркменстан үшін бұл өзге көршілермен, әдетте жеке кездесе алмайтын мемлекеттермен жанама түрде диалог орнату мүмкіндігі. Дәл сол сияқты, Қырғызстан мен Тәжікстан да осы формат арқылы Үндістан мен Италиямен немесе өзге мемлекеттермен байланыс орнаталады. Алайда бұл форматтың осал тұстары да бар. Мысалы, ол кейде орталық Азияның субъектілігін төмендетіп жібереді. Себебі мұндай саммиттер кейде кейінге шегеріледі, әрі ол көбіне орталық Азия елдерінің емес, басқа мемлекеттердің бастамасымен жасалады. Бір елдің өз мүддесіне байланысты саммитті кейінге қалдыруы
аймақ елдерін тәуелді етіп көрсетеді. Мысалы, Еуропа одағымен өтетін саммит бір жылға кейінге шегерілді. Соның салдарынан жоспарланған жобалар мен бастамалар да бір жылға кешіккен. Тағы бір мысал, Орталық Азия мен Парсы шығанағы елдерінің саммиті. Ол да биыл өтпей қалды. Себебі Трамп сол уақытта Парсы шығанағы елдеріне сапармен кетіп, саммитті кейінге қалдырған. Бұл, әрине, көңілге қайу түсіретін жағдай. Кейде мұндай кездесулер бір реттік акцияға айналып кетеді. Бір рет өткізіледі де, одан әрі дамымай қалады. Бұл үлкен мәселе. С5+1 форматы тек басшылар деңгейінде емес, министрлер, сарапшылар, бизнес, медицина, туризм секілді салалардағы мамандар деңгейінде жалғасуға тиіс. С5 форматын оған кіретін Орталық Азияның 5 елі сыртқы саясатта қолданып жүр. Ал ішкі ұжымдасу, бірлесу тұрғысында қажет формат па? Мысалы, ортақ келісімдер жасау арқылы аймақ белгілі бір ортақ саясат ұстануға қауқарлы ма? Елданис Гусейнов, әрдайым бірлесе әрекет ету мүмкін бола бермейді. Бірақ ел басшыларының жиі кездесуі, олардың кей позицияларын өзара келісуге итермелейді. Бұрын Орталық Азияны саяси тұтастық емес, тек географиялық аймақ ретінде қарастырғанбыз. Ал С5 форматының кеңеюінен кейін біртіндеп институционалдық элементтер қалыптаса бастады. Бірақ Орталық Азияны тек 5 елмен шектеуге болмайды. Жобаға байланысты оны түрлі конфигурацияда қарастыруға болады. Мысалы, орта дәліз аясында. Бұл 6 ел, Орталық Азия, Әзербайжан. Трансауған жобалар аясында 7 ел, Орталық Азия, Ауғанстан мен Пәкістан. Міндетті түрде Еуроодақ секілді біртұтас модель құрудың қажеті жоқ. Кейбір жобаларда 5 ел қатыспай-ақ, 3 немесе 4 ел бірігіп жұмыс істей алады. Мысалы, электр энергетикасы бойынша Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстанның өзара байланысы бар. С5 форматының басты артықшылығы ұдайы диалог пен келісім алаңының болуы. Бұл процесс баю, бірақ нақты қадамдар арқылы жүріп жатыр. Сондықтан С5+1 саммиттері Орталық Азия елдерін бір-бірімен жиірек сөйлесуге және нақты аймақтық саясат жүргізуге ынталандыратын құралға айналды. Рикошет дипломатиясы. С5+1, яғни Орталық Азия плюс ақш форматының 2015 жылы басталғандағы басты мақсаты не еді? Және осы 10 жыл ішінде ол мақсаттарға қаншалықты қол жеткізілді деп ойлайсыз? Нақты көрсеткіштерге сүйенсек, шын мәнінде формат аясында 10 жыл ішінде орындауымыз керек дейтін айқын индикаторлар болмаған. С5+1-ді 2020 жылы сыртқы істер министрлер деңгейінде құрылған Қытай Орталық Азия саммиті көрсеткіштерімен салыстырсақ, олар 5 жыл ішінде толыққанды хатшылық құрып, штатында Орталық Азиядан 8, Қытайдан 8 адам осы ұйымда тұрақты жұмыс істейді. Сондықтан ақш пен Орталық Азия арасындағы ынтымақтастықты институционалдық деңгейге көтеру осы 10 жылда жүзеге асалған жоқ деп ойлаймын. 2022 жылы ортақ басымдықтарды анықтау үшін ақш және Орталық Азияның 5 елі қатысқан. С5+1 хатшылығы құрылған. Меніңше, 2015 жылы С5+1 форматының бастамасы ақштың Орталық және Оңтүстік Азия арасындағы өзара байланыстарды нығайтуға бағытталған стратегиясымен байланысты болды. Яғни, аймақ елдерімен бірге бұл бастамаларды ілгерілету оңайырақ еді. Оның үстіне, ол кезде ақштың Ауғанстанда әскері бар, формат аймақтық деңгейде күш біріктірудің, шекара қауіпсіздігін нығайтудың тиімді алаңы бола алатын. Осы жерде ақштың Орталық Азияның әр еліне қатысты жеке-жеке нақты стратегиясы бар. Санаулы ойыншылардың бір болғанын атап өту керек. С5+1-ден бөлек, Ә5 бір форматы бар екенінде ұмытпауымыз керек. Бұл бизнес қауымдастық деңгейіндегі бастама, және оның институционалдық тұрғыдан нығаги әлеуеті жоғары. Бірақ бұл бағытта да тоқырау байқалды. Алғашқы кездесу Алматыда өтті, кейін арада біраз уақыт үзіліс болып, жұмыс топтары тек бір жылдан кейін қайта жанданды. Биыл ондай кездесу болмады. Келесі Ә5 саммиті ақпан айында Бішкекте өтеді деп жоспарланып отыр. Бұл жағдай ақштың Орталық Азияға деген қатынасының жалпы сипатын көрсетеді. Үзіліспен рикошет дипломатиясы түрінде. Яғни ақш бұл аймаққа тікелей емес, жанама мүдделері арқылы келеді. Мысалы, егер Қытайдың стратегиялық минералдарына тәуелділік байқалса, онда олар Орталық Азияға, мысалы Қазақстандағы вольфрам қорына назар аударады. Ресейге қысым жасау қажет болса қайтадан аймақ арқылы әрекет етеді. Яғни, ақштың Орталық Азиямен ынтымақтастығы тікелей стратегиялық серіктестікке емес, сыртқы факторларға тәуелді. 10 жыл ішінде бұл форматтың мазмұны қалай өзгерді? ақш пен Орталық Азия елдері үшін оның саяси салмағы артты ма, әлде символдық деңгейде қалды ма? Жоқ, оны тек символдық деңгейде қалды деп айта алмаймын. Орталық Азия елдері үшін әлі де өзекті тақырыптар бар, мысалы, терроризм мәселесі. ақш әскерінің ұзақ жылдар бойы Ауғанстанда болғаны, және әлі де бұл елдегі жағдайға ықпал ете алатыны белгілі. Естеріңізде болса, олар Ауғанстаннан шыққан соң да сол ел аумағындағы террористік ұйым жетекшісін өлтірген еді. Бұл форматтың бір мақсаты ақшқа Орталық Азияның қазіргі геосаяси ахуалын түсіндіру және аймаққа ықпал ететін ірі көршілермен байланысты реттеу.
Қазір аймақтың үш ірі көршісі, Ресей, Қытай және Каспий арқылы Иран, бәрі белгілі бір деңгейде Америкаға қарсы саясат ұстанады. Бірі санкция астында, ал ендігісіне әуеден соққы да жасалды. Мұның барлығы аймаққа әсер етеді. Мысалы, Иран аумағына жасалған шабуылдың кесірінен Түркменстанға босқындар қашып өтті. Осы тұрғыда С5+1 осындай жағдайларда ақпарат алмасу, үйлестіру және өңірлік тұрақтылықты сақтау құралы. Яғни, ықтимал қақтығыстар туралы деректермен бөлісу, қауіптің алдын алу, гуманитарлық немесе техникалық қолдау көрсету сияқты мәселелер талқылануы мүмкін. Бұл тұрғыда терроризм мен аймақтық қауіпсіздік о бастан осы форматтың негізгі тақырыптарының бірі.